Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, жұма баршамызға да берекелі болсын. Иншалла, мынау құлшылық ғибадат ниетіне келген екенсіздер. Аллахның ниеттеріңізді қабыл етсін, құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Күндердің сұлтаны жұма, бұл күні көп салауат айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өсиеті, осы күні қиямет болады деп айтады. Сол үшін жұманың бір белгісі, жұрттың бәрі жиналғандығы, қияметтің бір белгісінің, қияметтің қандай болатындығының білдіретіндігі, бізге осы жұманың жиналғандығымыз, осында бір топ болып, барлығымыз бір имамның артынан тұрғандығымыз, қияметтегі бір кішкентай ым мен ишара деп білсеңіздер екен. Құрметті жақсылар, әрине әрбір жан осы дүниеге келгеннен кейін, осы тіршілік еткен екен, түрлі ақыларменен мойнына жүктеледі. Біріншісі әрине пенде менен Раббысының арасындағы ақысы. Одан кейін жалпы пенделердің ақысы болады. Әрине өзгелердің ақысынан бірінші Алланың ақысы тұрады. Сонан соң өзіменен өзі, яғни өзінің алдындағы ақылар бар. Бірақ біз бүгін мұсылман алдындағы ақысын бір қысқа қылып баяндап, кішкентай соған тоқталып кетсек екен. Өйткені кісі ақысы деген өте үлкен нәрсе. Жалпы ақыны екіге ғана бөлсек болады, әрине. Бірақ ғалымдарымыз оны үшке бөледі. Біріншісі ол Алланың ақысы, жоғарыда айтқан, екінші өзіңіздің ақыңыз. Неге өзіңіздің ақыңыз деп айтам? Алланың ақысы белгілі ғой ол. Алланың бұйрықтарын орындау, қиындарынан тыйылу. Ал өзіңіздің алдында не нәрсе десе, оны қалай айтты Алла Тағала Құранда десе, зұлымдықтар туралы, күнәлар туралы айтқан кезінде де Алла Тағала адам баласын суреттеген кезінде мына мысалы бір өз-өзіне зұлымдық қылушы ретінде кейде суреттейді. Мысалы солардың біреуі аманат туралы айтылған Құрандағы аят. Алла Тағала аманат жайында мынадай бір әсем сөз айтады. Мына аманатты дейді, мынау дін, имандылық аманатын айтып жатыр. Мына аманатты біз аспандар менен жерге, таулар менен өзендерге ұсындық. Бірақ бұны көтеруге, мойнына алуға бұлар бас тартты. Оны адам баласы иығына алып көтерді. Өйткені адам баласы өз-өзіне зұлымдық қылушы және өте надан еді деп айтады. Зұлымдықтың ең үлкені әлбетте өз-өзіне жасаған зұлымдық. Яғни өзіңді күнәға апару, өзіңнің қадіріңді білмеу, өзіңнің уақытыңды есептемеу, осы өмірдегі өзіңнің алға қойған мақсаттарының барлығын жамандыққа қарай бұру, осының барлығы өзіңізге жасаған қиянатыңыз. Әрине, сол ақылардың біреуі өзгелердің алдында ақыңыз. Өзгелер дегенде жалпы халықта тұрады, жан-жануар мен тіршілік иелері де тұрады. Мұсылманшылықта тіпті мұсылман адам бекерден бекер бір өсіп тұрған ағашты сындыруы, немесе өсіп тұрған шөпті басуының өзін дұрыс көрмейді. Басқа жануарларға зәбір көрсетуді дұрыс көрмейді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында мысалы бір түйе пайғамбарды көре салып, дыбысын шығарып көзіне жас алған екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тоқтай салып, мынаның егесі кім деген? Егесі келгеннен кейін айтқан екен, уақытылы суын беріп, уақытылы тамағын беріп, сосын барып қызметіне пайдаланбайсың ба? Мына тірлігің не деп? Осы пәлен уақыттан бері маған ас бермеді, маған су бермеді деп мына жануар айтып тұр ғой деген екен. Бұл жануарлармен сөйлесу мәнінде емес, бәлки қол астыңыздағы тіпті малға да оған қиянат жасамай, оның ақысы бар екендігі айтылады. Ақы деген сөз нені білдіреді? Оның төлемі бар деген сөз. Яғни сіз оны орындамасаңыз, оның артында оның сұрауы сізге болады, міндетті түрде. Ендеше кісілердің ақысы да өте үлкен дүние. Кісі ақысын жеу бұл өте үлкен ауыр нәрсе, ол сұраусыз қалмайды.
Ол міндетті түрде жауабы берілетін нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадисті білесіздер ғой. Қиямет күні бір адам келеді дейді. Иығына тау сауап арқалап келген кезінде адамдар айтады екен, мынау кісі мынандай тау сауаптар алып келе жатыр, жәннатты қалай болса да сатып алатын адам ғой дейді екен. Ойласаңызшы, анандай сауаптармен келе жатады ғой. Бірақ Алланың құзырына тұрған кезінде біреуге ғайбат айтқан, біреудің өсегін тасыған, біреуге тіл тигізген, біреуді балағаттап кемсіткен, біреуді мазақтаған, осылайша кісі ақысын жеген адамдар Алланың құзырында тұрады екен. Сөйтіп, ананың жауабын, мынаның жауабын деп осылай жауап беріп, ақыры иығына тау күнә арқалап бара жатқан адамды көресің дейді екен. Шын банкрот адам міне осы адам дейді. Өткен өмірге қайтып келе алмайды, қайтадан сауабын жинай алмайды, күнәсін өшіре алмайды. Ол тек қана жазасын ғана алуға келіп бара жатыр. Яғни кісінің ақысы дәл осындай сұралады. Тіпті қарыз туралы айтқан кезде кейбіреулер білесіз, қарызын алып та жүре береді. Бірақ білесіз ба, кейбір адамдар осы қарызға, тіпті мысалы біз молдамыз, алдымызға адамдар келіп айтады, әкемді түсінде көрдім, дүниеден өтіп кеткен, анамды түсінде көрдім, ондай да мұндай қиналып жатыр екен деп айтады. Немесе денесі жалаңаш екен, түрі қараңғы екен деп айтады. Оның себептері көп, бірақ сол себептерінің бірі, біз кейде көршіге кіріп, сол үйден бір арзымас нәрсені алып шығамызда, оның ақысын бермей қоямыз. Қиямет күні көршіден алған инені қайтар десе не істейсің? Рұқсатсыз алған жіпті қайтар десе не істейсің? Ендеше құрметті жақсылар, мұсылманның екінші бір мұсылман бауырында да ақылары бар. Ол ақылары киелі. Әрине біріншісі сәлем беру, ол туралы 2-3 хадисте келген. Енді біреуінде 5, біреуінде 6 деген көбірағын алайық. Көрсең сәлем бер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек сәлем берудегі ақын айтылады. Ол ақысы екен, сұрауға хақысы бар екен. Қиямет күні мынау адам маған жолықты, сәлемін бермеді дейді. Біреулер өткенде мен бір кісіменен сөйлесіп қойғанда сәлемсіз бірден бастап жіберді да тірлігін. Мен сосын тоқтаңыз дедім. Сәлем қайда? Сәлем қайда десем, сәлем айту сүннет дейді. Оған жауап айту уәжіп болады. Сен уәжіп туралы сұрамадың дейді да. Бейне бір кішкентай ғана білім оқып, соны енді ананың уәжібін, мынаның сүннетін біліп қойғанда айтады ғой. Бірақ негізі қарасаңыз, сәлемге жауап қайтару уәжіп болғанменен, мұсылманды көрген кезде оған сәлем беру, оның ақысын беру екен. Егер оның ақысын бермесең, оның жауабы болады. Тіпті оны басқа жағынан айтсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Сіздер иман келтірмей жәннатқа кірмейсіздер. Бір-бірлеріңізді сүймей иманды болмайсыздар. Мен сіздерге бір-бірлеріңізді жақсы көретін істі айтайын ба, танитынға да танымайтынға да сәлем бер дейді. Яғни сәлем қазіргі кезде біздің қатты кемшіліктеріміздің бірі. Бір-біріміздің ақымызды ертең төлемей жүрсек, өзімізден ғана көреміз. Нағыз зұлымдық, өзімізге жасаған зұлымдық. Көршіні көреміз, сәлем бермейміз. Мысалы, үлкен қалаларда бір үлкен көп қабатты үйде көптеген адамдар тұрады, бір-бірін танымайды да. Көрсе сәлем де бермейді. Бұл оның ақысы, ертең соны төлеу керегін түсінбеген адамның тірлігі. Танысаң да, танымасаң да сәлем бер. Бір дүкенге кірдің бе, сәлем бер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәлем берудің ақысын сондай көрсетіп тастаған. Отырған адамдардың жанында өтіп баратқан, тұрып тұрған адам сәлем береді деген. Осылайша кім-кімге сәлем беретінін бәрін айтқан. Тіпті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің әдетін айтады. Ол кісі бірінші сәлем беріп қоятын дейді. Бір адамдар ертерек Пайғамбарымыздан мен бірінші сәлем берем деп көрсем де, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жете алмадым дейді. Көрсем ол кісі сәлем беріп қоятын дейді.
Дайындалып ақ отырамын дейді. Келе жатыр дегенде мен дайындалып тұрамын дейді. Мен қазір сәлем берем дегенше ассаламу алейкум деп айтады. Кісінің ақысы сұралады. Мұсылман бауырымыздың ақысы одан да жоғары. Екіншісі шақырған жерге бар деп айтады. Ол халқымызда да сөз бар, шақырған жерден қалма, шақырмағанға барма деп айтады. Осы жерде кішкентай ғана бір ереже, егер шақырушы адам осы отырған барыңызды біз үйімізге шақырдым десе, осы отырғанның бірнешеуі барса, қалғандарының мойнынан түседі екен. Атын атап айтпағаннан кейін. Ал егер сіздің атыңызды атап айтса, ол міндетті түрде ауызекі емес. Қазір телефонда бар ғой, ол да жарайды екен. Телефоннан сізге сәлем беріп, ассаламу алейкум, нағашеке, жиен, құрдас, досым, замандасым, мен үйде осындай жиын қылып жатырмын, кел деді ма? Енді соның ақысын сіз төлеуіңіз керек. Оның ақысы не? Соның үйіне, дастарханына отырып, соның қуанышын, қайғысын бөлісу. Ол соның ақысы. Оны бермесеңіз, қияметте ол сұралады. Одан кейінгі ақысының біреуі түшкірсе жауабын айту. Бірақ әлхамдулилля деген адамға ғана жауап айтылады деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны да үйретті. Кім түшкіретін болса, әлхамдулилля деп айтсын дейді. Оған жауап айтқан адам, ярхамукалла, Алла саған рахым қылсын деп айтсын дейді. Ал ол рахым қылсын деп естіген адам оған Алла сені де мені де тура жолға бастасын деп бір хадисте айтса, бір хадисте ғафараллаху лана ва лакум, Алла мені де сені де кешірсін деп айтсын дейді. Міне осылай қылып айтылатын кішігірім диалог. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қияметте осы адам сұрамастық үшін кім түшкіріп әлхамдулилля десе, оған ярхамукалла, Алла сені рахымына бөлесін деп айту сенің мойныңда қалады. Оны айтпаған адамға айтпайды. Яғни әлхамдулилланы айтпаған адам айтпайсыз. Анау не дейді? Басқаша жауаптар ол біздің исламдікі емес, ол жалпы дәстүрден болады. Мысалы, біреу түшкірсе сау болыңыз, аққас, неше түрлі сөздер бар. Ол сөздер, ол біздің ислам айтпаған. Біздің исламда міндетті түрде түшкірген адам әлхамдулилля, Аллаға мақтау болсын деп айтады. Оған жауап ретінде Алла сені рахымына бөлесін деп жауап айтылады. Құрметті жақсылар, одан кейінгі ақысы ауырса сұрап бар дейді денсаулығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадис бар. Бір микрофон екеуі. Осыны қозғамасақ болмай ма? Осыны ала қойшы. Алла разы болсын. Былай айтып. Құрметті жақсылар, бір рахаттан қаншасыздар еді. Өзімді де бір рух сияқты сезініп кеттім ғой, көзде. Аяғым жерде тұрма, асылып тұрма. Құрметті жақсылар, жұма берекелі болсын. Мұсылманның тағы бір ақысы, ол ауырғанда халін сұрау. Ол біздің халықтың дәстүрі, міндеті болып қалған тіпті. Халін сұрап барған адам, білесіз ба, көңіл күйі рахаттанғаннан жазылып та кетеді. Оны әбден сынағанбыз да. Ол әсіресе сағынып отқан адамы халін сұрап келсе, жүрегі жақын адам сұрап келсе, немесе күтпеген адам сұрап келсе, әлгі адам жазылып кетеді. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадис бар. Кім таңертең ауырған адамның халін сұраса, кешке шейін оған 70.000, 7 емес, 17 де емес, 700 де емес, 70.000 періште Құдайдан кешірімін сұрайды, кешке шейін. Ал кім кешке жақын жағдайын сұраса, біреулер айтып жатады, кешке аурудың жағдайын сұрамайды. Ол енді жай ғана ырым. Енді ол ырымға сеніп сондай қылып жатсаңыз, өз еркіңіз, жалпы айтқан.
кешке жақын жағдайын сұрайтын болсаң, таңға шейін саған 70.000 періште сенің кешіріміңді сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті мынандай да бір хадис келтіреді. Кім науқастанып жатқан бауырының жағдайын сұрап барса, Алла тағала оған арнайы бір періштені әкеліп дұға қылдырады екен. Сонда дұға қылғанда әлгі періште айтады екен ғой, қош келдің, әрбір басқан табаның қайырдан болсын, және мекенің жәннаттан болсын деп айтады. Сізге жәннат тілеймін. Ауырған адамның жағдайын сұрасаңыз, сізге періште жәннаттағы орныңды таптым деп дұға қылады. Сондықтан ауырған адамның халін сұраңыздар. Бірақ оның да әдебі бар. Ауырған адамның халін сұрағанда көп отырмайды екен. Жағдайына қарайды екен. Көңіліне қарай, жейтін тамағына қарай сақталып барады екен. Әдеппенен сұранып кіреді екен, әдеппенен рұқсатын сұрап кетеді екен. Анау халін сұрап келдім деп, жанында отыра беріп шаршап қоймаңыз. Ол да бір ауыртпашылығы тигізіп қойған адамдардан болып қаларсыз. Құрметті жақсылар, одан кейінгі ақысы насихат сұраса, насихатын айтады. Ақыл сұрау мүмкін ғой. Мен осындай бір зат алайын деп едім, мынандай қылайын деп едім, мысалы, қой алайын деп едім, ешкі алайын деп едім, жылқы алайын деп едім. Сондай кезде білетін болсаңыз, өзіңіз білмесеңіз білетін адамға нұсқау, немесе оңды солын дұрыс емесін ойыңызды білдіру, ол жақсы болады. Оны қабылдамау оның еркі. Бізде кейбір бауырларымыз бар. Айтып, оны айтқанын қабылдамай қойсаң, ренжіп қалады, екінші саған айтпаймын дейді. Ол ақылдың, 100 ақылдың біреуі ғой, оған ұқсайтын бірнеше адам айтқан шығар, мен соның ішінде таңдап тұрып алған шығармын. Сондықтан сенің мұсылман бауырың насихат сұраса, оған насихатын айт. Енді біздің қазақта ақыл айтамайтын адам жоқ деп ойлаймыз. Міндетті түрде ақыл айтқымыз келеді тапырып, бір адам көп болса, одан кең қылмайтын шығармыз, бірақ сол насихат айтқанында кішкентай әдебі бар екен. Өзіңе жақсы болғанды досыңа тіле деген ережеден басталады. Тілде сол ереженің ішінде ғайбат қылмау, өсек тасымау, кісі ақысына кірмеу де тұрады екен. Яғни насихат айтып жатқанда айту мүмкін ғой, мен бір қызым, ана пәленшенің қызын алайын деп едім, немесе қызымды берейін деп аналар құда түсіп келді десе, ал отырып алып жамандап жерден алып жерге жіберу емес. Бір адамды жамандауға немесе соны мақтауға келген кезінде міндетті түрде бірнеше нүктелер бар. Соның біреуі, бір адамды мақтағыңыз келсе, соның жанына қосып айту керек екен. Ла музаки алаллахи ахада. Яғни мен өзгенің алдында бұл кісіге Алланың алдына өтіп куәлік бермейін деп айтады. Бірінші, Алладан рұқсат деп алып алған дұрыс екен. Яғни Алла білуші ғой оның өмірін қалай аяқтайтынын. Менің алдымда жақсы olan, бірақ ертең бұл қалай өмірін бітіретінін білмейміз. Сондықтан ла узаки алаллахи ахада. Яғни мен ешкімді Алланың алдында куәлік бермей қояйын деп сөз бастаған жақсы. Ал жамандағанда оны тек қана білетін мәліметті асырмай, кішкентай қылып сол адамға қатысы бар жағын ғана айту. Оның бүкіл анау пәлен жылы туылғанынан бастап, бүкіл мейір-сыйрығының бәрін жеткізіп барып айтып беру емес. Сол мәселеге қатысты бұрышын сол жерді ғана дұрыс қылып, нақты қылып айтып беру ғана. Құрметті бауырлар, насихат, бұл бір-бірімізге насихат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте көп айтқан осы туралы. Менен бір аят болса да жеткізіңдер деген. Пайғамбардың хадисін жеткізу, бір-бірімізге Құран аяттарын айтып тұру, қате кемшіліктерімізді бір-бірімізге жұмсақтықпен көрсетіп, бауырмашылық жасап, бұның өзі үлкен. Мұсылманның айнасы дегенде сөз бар. Екінші бір мұсылман адам басқа мұсылман бауырына бір дене сияқты деп айтады. Бір жері ауырса, екінші жағы оған қосылып сыздайды деп айтады. Сондықтан екінші бір мұсылман бауырымыз қателесіп жатса, оның қателігін айтар кезінде көркемдікпен жеткізуіміз керек екен.
өзіңіз айта алмайтындай ол ренжіп қалады-ау. Біздің халқымызда сөз бар ғой, бір адамның көңілін қалдырған қарғыбар бұзғанмен тең деп. Бекер айтпайды. Ол дәл соның өзіне теңестіріп тастамаса да сондай мұсылман адамның көңілі сондай пәк болады деген. Сол үшін егер мен қазір оған ақыл айтып жатсам, мына қателігін бетіне басып жатсам, ренжіп қалады-ау, қысылып қалады-ау десеңіз, соған жеткізетін досын тауып алыңыз. Сол арқылы айтқызыңыз. Немесе басқа да көркем сөзбенен жеткізуге болады. Мысалы, андай сөз бар ғой, бір үлкен кісі, оны енді біреулер Әзірет Әлінің балаларына басқаға келіп жатыр, бірақ оны дәл соған барғандығы, ол хадистің дәл сондай орындалғандығына қатты дәлел жоқ. Халық мақтағаннан, сүйгеннен айтқан шығар, бірақ әңгіме ол уақиғаның, насихаттың қалай жеткізілуінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан осы насихат, мысалы, бір адам қателік қалай жеткізіледі, соны екі баланы көрсеткенде ғой, бір адам дәрет алып жатқанда қисық дәрет алады. Оны кішкентай бала көреді, айтайын десе, ана үлкен кісі түзетсең ұят болады. Намазға келген кезінде намазы сәл қателеу оқиды. Сонда екінші досын ертіп келіп, көке, сіздің жасыңыз үлкен екен, мен намазды оқып жүргенім қалай болатынын, мен мына досым екеуміз сәл бір сөздерге келіп қалдық, мен досыма айтып түсіндірейінші, сіз төрелігін айтыңызшы дейді ғой. Қарасаңыз, жеткізудің әдісіне сөйтеді де дәлел алғанда деп тұрып, міне пайғамбарымыз былай алған, міне әуелі былай жуады, оны 3 рет жуасың, оны былай қыласың, ал енді осыны болғаннан кейін намазға тұрасың, намазда мына екі аяғың арасы осындай болу керек, қолың мына жерде тұру керек, елеңдей бермеу керек, әр жерді ұстай бермеу керек, тұрған қимылдарының бәрін асықпай жасау керек деген сияқты сөздерменен түсіндірген кезінде, ал көке не дейсіз дегенде, айналайын балапандарым, сенің екеуіңдікі де дұрыс, менен кеткен екен қате дейді. Жеткізуді қарасаңызшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жеткізгенін қараңыз. Бір таудан түскен бір кісі пайғамбарымыздың мешітіне кіреді. Ол мәдениетті көрмеген адам ғой, ешқандай да бір ондай нені көрмеген, мешіт ғибадатханаға өмір кірмеген адам пайғамбарға келіп иман келтіреді. Сөйтеді де дәрет қыстап кеткеннен кейін ана бұрышқа отырады да дәретсін басып. Сонда ана жерде отырған сахабалар бәрі айғайлайды, ей тоқта, мынау не деген сұмдық, мынау қайықтан келген адам деп шулап кеткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тоқтаңыздар, бітірсін. Өйткені оны бастаған адам тоқтай алмайды ғой. Ол үстін көтереді, бәрін тоқтады ғой, сол тоқтап бітірсін дейді, тоқтаңдар. Сол бәрін бітіргесін, бір жерге су алып келді, ана жерге күйшілерді қатты салды. Сосын ана кісіні жанына отырғызып, тізесіне қойып айтады. Қарасаңшы, жақындығын білдіргендігі ғой. Тізесіне қойып тұрып айтады ғой. Бұл ғибадатхана. Бұл жерде адамдар дүниесін жасамайды. Тамақ ішуге, дәрет сындыруға болмайды. Бәлки бұл жерде барлығымыз тап-таза ұстап, құлшылық ғибадатқа арнап уақытымызды өткіземіз дегенде, әлгі кісі, осылай екен ғой, түсіндім. Бұл бірақ ауыз жұмсақ сөз, бірақ ана адамдарға ренжігеннен айтады ғой, қолын жайды. Аллахым, мені және мына Мұхаммедті күнәмізді кешір, мыналарды кешірме дейді. Ренжіп қалды ғой аналардың бәрі кейді. Сөйтсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, Алланың кең мейірімін тарылтып қойдыңба дейді ғой, жұмсақ. Сонда қайтадан ұялғанынан қолын жайып, Аллахым осында отырған бәрін кешір деп айтқан. Қарасаңшы, қателік жасады, пайғамбарымыз насихатты қандай жұмсақ жеткізеді, қандай көңіліне тимейтін қылып айтады. Құрметті жақсылар, мұсылман бауырымыз өлсе, оның жаназасына баруын ұмытпаңыз дейді. Біздің қазақта достан дұға дейді. Бір бауырымыз дүниеден өтсе, оның жаназасына қатысу сіздің мойныңызда қалады. Оны көзіңіз көрген болса, бірге дастархандас болып, бірге жолда жүрген жолдас болсаңыз, бір замандас болсаңыз, танып қалсаңыз, жаназасына қатысыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім өзінің мұсылман бауырының жаназасына қатысатын болса, ол кісіге бір қырат сауап жатыр. Егер ол жаназасына қатысып, оның жерлеріне қатысса, 2 қырат сауап деп айтады. Ендеше мұсылман бауырының жаназасына қатысу, оның мағынасы ақтық сапарына жасаған дұғасы. Өйткені ол кісі қазір ең соңғы сапарына барады. Қабірге қойыла салысымен адамдардың дүбірі естіліп кетіп бара жатқан,
сол дүбірін естіп жатқан кезінде мүнкар нәкір екі періште кіріп одан сауал жауап қыла бастайды екен. Сол сауал жауабы жеңіл болу үшін жасаған біздің дұғаларымыз екен. Сондықтан құрметті жақсылар, әрбір адамның осындай ақтық сапарында біздің дұғамыз болсын. Бара алмай қалатындай жағдай болсаңыз, көңіл айтуда тұрған еш нәрсе жоқ, жанұясына барып көңіл айтыңыз. Немесе тамақ жасап алып барып беріңіз үйіне. Немесе тіпті оған баруға шамаңыз жетпесе, білген Құраныңызды оқып қолыңызды жайып, Аллахым, осындай бір танысым бар еді, бауырым, замандасым бар еді, Аллахым рахымыңа бөлегейсін, иман жанына серік қылғайсың деген керемет тілектеріңізді арнасаңыз екен. Өйткені мұсылман бауыр екінші бауырының сыртынан дұға қылғандығы қабыл болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары бір-бірінен осылай дұға сұраған, ғайып сыртынан дұға қылғанды жақсы көрген. Және де біле білсеңіз, біздің ұстаздарымыз үлкен машайықтар екен, қалған осы дүниеде. Өзіңнің ұстаздарыңа, өзіңнің үлкен дүниеден өткен аға іні бауырларына бәріне дұға қылуды намаздарында, құлшылық ғибадаттарында ұмытпа дейтін. Сөз соңында қорытпай тұрып бір мысал айтқым келеді. Бізге хадистен сабақ берген Мәулид Рауи деген, Алла рахымына білесіздер, ұстазым бар еді. Мұхаддис ғалым кісі. Сол кісі өз туралы айтқан, сол 2000 жылдардағы уақиға айтады, өзімнің досым болды дейді. Екеуміз бала кезден бірге өстік. Ақыры бірге оқуға бардық. Сол оқып жүрген кезінде досым дүние салды дейді. Содан Құдай рахым қылсын деп, мен намаздарымда тастамай дұға қылып жүрдім. 20 жыл өткеннен кейін, 20 жыл түсімде көрдім дейді. Жасыл шапан, жасыл сәлде, керемет биік сөрлердің, жастық, қымбат жастықтарды жастанып отыр дейді. Патша сияқты. Көріп, досым қалайсың деп қуанып кеттім дейді. Хал жағдайын қалай десем, жағдайымды көріп тұрсың, мынандай рахаттап отырмын дейді. Содан мен де қуандым дейді, қандай керемет деп сосын айтты дейді. Ол сұрады дейді, досым, осы рахатты қайдан алғаныңды білесің бе? Қайдан алдың десем, сенің дұғаларыңнан деп. Мен әлі де намаздарымда оған дұға қыламын ұстазыңыз. Сондықтан құрметті жақсылар, дүниеден өткен бауырларыңызға дұғаңызды аямаңыз. Сіз де өтесіз, Аллахым сізге де қайтарып берсін. Құрметті жақсылар, жұма берекелі болсын, жасаған құлшылық ғибадат қабыл болсын. Қорытып айтатын, кісінің ақысы үлкен нәрсе. Осы мұсылман бауырымыздың ақысы, оны сақтау біздің қоғамымызға қаншалықты биік орны бар екенін, бізге жәннатты нәсіп ететіндігі, пайғамбарымыз соны насихат қылған жолы, пайғамбардың етегінен ұстаған сүннет амалдар екендігі бізге белгілі болады. Ендеше кім-кім мұсылман бауырының ақысын беріп жүрсе, ол сүннет амалын қылады, ол жәннатқа лайықты амал қылады, ол қоғамды түзейді, өзін түзейді, балаларына осындай тәрбие қалдырады. Осындай кең тәрбиеді біздің ислам діні соншалықты бай екендігі, бір ғана хадис бізге сабақ болғандығын қарасаңызшы, құрметті жақсылар. Әлбетте әрбір істі кеңінен ашып, әрқайсысына кең тоқталуға уақытымыз бар. Әйтсе де айтпағым, құрметті жақсылар, бабаларымыздан қалған мирас болған асыл дінімізді дәріптеп, кісі ақысын жемей, осындай мұсылман жиналған жұма күндері бір-біріміздің кешірімімізді сұрап, жүрегімізде қалып кеткен кінәларымызды өшіртіп, осы жұма намаздарында дүниеден өткендері болсын, жандарымызда бар адамдар болсын, сыртынан дұға қылуды ұмытпаңыздар. Аллахым қабыл етсін. Алла разы болсын.